Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын печенье жасайтын боламыз. Оның құрамына қажетті заттарды описанияға жаза кеттім. Міне осындай әп-әдемі печенье жасайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Мұзды жарып аламыз. Және де дайындап алған құмшекерімізді саламыз. И осыларды араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді сұйық майымызды құятын боламыз. Бұны да жақсылап араластыратын боламыз. Енді осыған чайный ложкамен жаңағы разрыхителімізді, содамызды салып араластырып аламыз. Енді дайындап қойған ұнымызды салатын боламыз. Ситодан өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Төмендеп керегенше салатын боламыз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Міне осылай қамырымызды жұп-жұмсақ қылып илеп аламыз, және де оны 5 минутқа тындырып қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды алып бұлай форма шығаратын боламыз. Яғни бетіне өрнек саламыз да. Сонымен табамызға қоя бастаймыз. Осымен әдемі печеньелеріміз дайын болады. Міне осындай әп-әдемі формаларымыз пайда болды. Қазір осыларды пешке салып пісіріп алатын боламын. Печеньелеріміз біздің пеште кезде біз тағы да печеньелер неше түрлі формаға салуға болады печеньелерді. Әп-әдемі формаларға келтіріп алдым біздің печеньелеріміз пісем дегенше. Қазір осыларды пешке салатын боламын. Енді осыларды салатын боламын. Нәтижесінде осындай әп-әдемі печеньелеріміз пайда болды. Әртүрлі формулада.